ойладым. Өлгенде бекерден бекер өле салмайсың ғой. Просто қатын мұның жұрттың өзінде еркектері деген сөзі өтіп кетті да. Өзім пәтер жалдап тұрам. Айлығым жер алып үй салуға жетпейді. Қарыз деген шаш етектен. Қаным басыма шолып тұрғанда жұрттың еркегі де бәле болды. Пәленшенің байына қарашы әні деген сөзден ақ жүйкем жұқарып бітті. Қыз күнінде сіздеп сызылып тұратын сыпайы қатынымнан бұл күнде жорнақта қалмаған. Бірден айтсаң бетіңнен алып төсіңе шауып тұрады. Дауысың мардымсыз болса, қатын екеш қатынға да абыройсыз екенсің ғой. Бәрінен құтылудың ең тиімді тәсілі өле салу еді. Бұл қатынмен де кезекті ұрыстан кейін басыма келген соңғы ой нақты шешімім болатын. Сол қарқынмен сарайға кіріп, асылатын жіп іздеп жүргем. Тапқанымда сол қожайыным жетіп келгені. Өй, тыныштық па? Не істеп жүрсің менің сарайымды? Бұл құрып кеткір сарай екеш сарайда менікі емес екені сонда ғана есіме түсті. Өлейін деп жүрмін, шаршадым бәрінен. Басқа өлетін жер таппадың ба? Нағылды, қойайын алайын. Өлесің ба, басқа жерге бар. Ертең сен тұрсаң асылып, мен жүрсем милицияға жауап беріп, басыма бәлетілеп, алар жайым жоқ. Айналайын, шық былай. О, сонда не ай десеңші. Мен өлейін деп тұрсам, қожайын өз басының тыныштығын тілеп тұр. Қой айналайын, ашуыңды бас. Қазір кім жетісіп жүр дейсің? Деген сияқты шылы сөз күткем негізі. Аптығым басылып қалды. Сонда да бой бергім келмей, ешкім мазаламайды. Өз еркімен өлдім деп, қағаз жазып кетем, деп далбасалап кеттім. Қожайын көнбеді. Көнбек түгілі, келін, келін деп үй жаққа қарап, айғай сап қатынымды шақырып алды. Оның да ашу оңайлықпен басыла қоймайды. Шашы жалбырап, етегі далаңдап, лезде жетті. Ойбай, ау келін, мынауың өлем дейді. Тым қорса күйеуіңде деген жоқ, мынауың. Кім? Мынауда? Әйелім мынаудың кім екенін енді түсінгендей бетіме ажырайып қарады. Өлем дей ме? Сөйтеді, сарайда апыр-топыр шашып, жеп іздеп жүр. О, сорлы, деді қатыным. О, сорлы, өлікшін қарай көр бұның. Мен де соны айтам да, деп қожайын қыстырылды. Сен сұмырай неменеңе жетісіп өлмексің. Сенің түгін кетпейді, өлесің де кетесің. Екі ортада мен сорлайым ғой. Өлгенде 9 адам сынап келеді, біреу жылап келеді. Сенің жетісің, қырқың, бейшенбілігің өткізу менің сорым болады ғой. Қазір 100 күндік деген шыққан деп қожайына құрғыр тағы қыстырылды. Соны айт, өлім бардың малын шашады, шоқтың артына шат деген. Жұма сайын нам пісіріп, әруаққа құран бағыштап отырмасаң ұятты, деп қожайыным үлкен ықыласпен тағы қыстырылды. Әйелімен бірінші рет ұрысым емес, бірақ мақалдатып ұрысқан бірінші рет көруім. Қожайыным қоштап, ол бастап біраз жерге барды. Сөзінен түсінгенім, өлсем көмусіз қалады екенмін. Қысқасы менің өлімім ол үшін қып-қызыл шығын. Сол шығынымды өтеп алсам болды. Жолымнан қалдырып, етегімнен тартайын деп тұрған ешкім жоқ. Жақсы ит өлігін көрсетпейді деген. Өлесің ба, шығыныңды жауып кет. Саған бола тыраштанатын жайым жоқ деп қатыным тоғатерін айтты. Бір қарағанда оны рас еді. Өлуін мен өлем. Ол байғұс жаназама дастархан жасап, басыма тас қойып, қой қорсын, шығынымды жауып кетейін деп ойладым. Ары бері ойлап, өзімді көметін спонсор тауым керек деп шештім.